Баршаға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жүзім жапырағымен дайындалатын үй жағдайында долма рецептімен бөлісемін. Бұл тәсілмен долма жұмсағы өте шырынды әрі дәмді болып шығады. Алдымен күрішімізді салқын суда жақсылап жуып алып, сосын үстінен ыстық су салып күрішімізді жібітіп қоятын боламыз. Күрішіміз жібіп дайын боламыз дегенше үй жағдайында бар жүзім жапырақтарын дайындап алатын боламыз. Тереңдеу ыдысымызға жүзімнің жапырақтарын реттестіріп алатын боламыз. Видеода көрсетілгендей етіп барлығын осылай жайғастырып алатын боламыз. Сосын үстінен қайнап тұрған суымызды құйып шығатын боламыз. Жүзімнің жапырағы толық суға батуы тиіс. Су үшін осылай кесені немесе ыдысты осылай үстінен бастырып қойсаңыздар болады. Жапырағымыз дайын болғанша оған дейін алдымен пиязымызды жақсылап майдалап турап, фаршымызды дайындап алып, жібіген күрішімізді дайындап алып, үстінен дәміне қарай дәмдеуіштер қосып алып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Сосын жапырақтарымыз дайын болған соң, осылай ыдысқа жапырағымызды жайып алып, ішіне салмасын салатын боламыз. Барлық салманы осылайша орап шығатын боламыз. Видеода көрсетілгендей етіп, барлығын осылай орап алатын боламыз. Долмаларымызды осылайша орап болған соң, ары қарай салмаларын қуырып алатын боламыз. Алдымен пияз бен сәбізімізді жақсылап турап алып, сосын қызып тұрған майымызға пиязымызды салып қуыратын боламыз. Қызартырып қуырып болған соң, үстінен сәбізімізді салып алатын боламыз. Сәбізді салып болған соң, жақсылап араластырып, үстінен картоптарымызды салып қуырып алатын боламыз. Қатталауда бір-екі рет қуырып алатын боламыз. Сосын үстінен қайнаған суымызды құйып шығатын боламыз. Аз ғана құйып аламыз. Сосын осылай долмаларымызды бетіне тізіп, үстінен су құйып, осылай қазанға салып пісіріп алатын боламыз. Қатты алауда қойып бір қайнатып аламыз да, үстінен суымыз тартылғанша қайнатып аламыз. Сосын қайтадан осылай суымызды құйып, бетін жауып бұқтырып қоятын боламыз. Осымен біздің долмаларымыз дайын. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Егер тағам ұнаса, міндетті түрде арнама тіркеліп, лайк басып кетсеңіздер, сіздерден қолдау күтемін. Баршаға рахмет.